Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін екі түрлі соус жасаймыз, карбонара және болонезе соусы. Болонезе соусының толық рецепті менің каналымда бар. Пияз бен саңырауқұлақты сақтап жіңішкелеп турап аламыз. Майға қуырамыз. Пияз қуырылып болғаннан кейін саңырауқұлақты саламыз. Аздаған шым-шым тұз саламыз. Және бір қасық аджика қостым. Бұл аджика қолдан жасалған. Тұз, ашты бұрыш, қара бұрыш, паприка және сарымсақты үккіштен өткізіп, үстіне ыстық сұйық майды құямыз. Және суыған соң банкіге салып, тоңазытқышта сақтаймыз. 200 мл қаймақ, яғни сливки құйдым. Және 100 грамдай сырды үккіштен өткізіп саламыз. Егер қаймағыңыз қою болса, тағы да кішкене сүт қосып жіберуге болады. Бес минуттай баяу отта пісіреміз, қақпағын жауып қоямыз. Жіңішкелеп туралған тауықтың етін тұздап бұрыштап, аздаған майға қуырып аламыз. Және дайын соусымызға қосып араластырамыз. Карбонара соусы дайын болды. Болонезе соусын жасау үшін ұсақтап туралған пиязды майға қуырамыз. Пияз сарғайып пісе бастаған кезде ұсақтап төртбұрыштап туралған сәбізді қосып араластырып пісіреміз. Аздап тұз қосамыз, жарты шай қасық шамамен паприка қосамыз, және бір қасық кориандр қосамыз. Бұл соусқа да өзім қолдан жасаған аджиканы қостым. Бәрін жақсылап араластырамыз. Сосын тартылған етімізді саламыз. Тартылған етті де өте жақсылап араластыру қажет. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Бір ас қасық томат пастасын саламыз. Және қабығы ашылған 2-3 қызанақты ұсақтап турап қосамыз. Бәрін араластырып болғаннан кейін 1 стакан салқын су құйып 10-15 минут бұқтырамыз. Енді беляш жасайын деп шештім. Тартылған етке пияз, тұз, бұрыш қостым. Енді дайын қамыр болған. Беляш жасағанда бір жақ ортасынан ашық жер қалдырамыз, және майға салғанда сол ашық жағымен салып қуырамыз.